Сәлем достар, бүгін сіздермен адыраспанның 15 түрлі емдік қасиетімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, видео ұнаса лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Жалпы, адыраспан өсімдігі жайлы не білеміз? Адыраспан бір жағынан дәрілік қасиеті бар, ал екінші жағынан улы саналатын өсімдік. Ол түйетабандар тұқымдасына жатады. Адыраспанның тамыры тереңде өседі. Жапырақтары тілімденіп, сабағы бұтақшаланып тұрады. Оның химиялық құрамында гармалин алкалоидтары бар. Иісі қатты шығады және сасық келеді. Биіктігі 30-80 см. Тамырының тереңдігі 10 метрге дейін жетеді. Адыраспан мамыр, шілде айларында гүлдейді. Ақтікендер тұқымдасына жататын өсімдік шөлейтті, сортаң топырақты жерлерде өседі. Қазақстанда оның 3 түрі ғана бар. Олар Шу, Сырдария, Іле, Сарысу өзендері жағасында кездеседі. Шығыс елдері үшін адыраспанның орны ерек. Әсіресе өзбек, қырғыз және қазақ халықтары оны ежелден қасиетті шөп деп санайды. Киелі есептелгені соншалық себепсіз жұлып, бей-берекет баспаған. Инфекциялық ауруларға шалдыққанда адыраспанмен аластаса, оның шипа болатынын жақсы білген. Ертеде медицина қазіргідей дамып, дәрілік заттар пайда болмай тұрған уақытта жүйке сыр бергенде, ұстамалы қояншық және сал ауруына ұшырағанда да адыраспанды қолданған. Қазіргі кезде адыраспанның емдік қасиетін медицинада мойындаған. Оның көмегімен көптеген аурудың алдын алуға болады. Сонымен қатар шыбын, шіркей секілді әртүрлі жәндіктерден қорғану үшін де адыраспаннан түтіндік жасайды. Адыраспанмен аластауға керекті заттар қылша, ермен және жусан шөптерін алып, бір ыдысқа салып түтіндетіп өртейді. Енді адыраспанның 15 түрлі емдік қасиетін бірге білейік. Адыраспан қандай ауруларды емдейді? Ұмытшақтық, ревматизм, тіс ауруы, бас ауруы, тарамыс ауруы, буынның қабынуы, бел ауруы, сал ауруы, асқазан ауруы, өкпе ауруы, қояншық, демікпе, ентікпе, салқын тию, туберкулез. Жоғарыда айтып өткендей, адыраспанды жүн-жосықсыз жұлуға болмайды. Ата-бабамыз оны сабағынан жұлмас бұрын әдеп ережесін тиісті орындаған. Тіпті адыраспанды кез келген адамның жұлуына рұқсат берілмеген. Тамырынан ұстап, үзіп алуға тек ниеті таза, жөн білетін білікті адамдардың ғана құқы бар. Сондай-ақ оны жұлатын адамның ниетінен бөлек, тәні де таза болуы қажет деп есептелінген. Киелі болып саналатын адыраспан туралы қысқаша видеом сіздерге ұнаған болса, астына лайк қойып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Алда талай осындай пайдалы видеолармен сіздермен бөлісетін боламын.